Бүгінде университеттер ғылыми зерттеулер, инновациялар мен өңірлік дамудың орталығына айналып келе жатыр. Сондықтан ғылым мен білімнің басымдығын конституциялық түрде бекіту осындай трансформация үшін ұзақ мерзімді негіз бола алады. Мемлекеттің әлеуметтік рөлі, білім, ғылым және мәдени даму салаларын қолдау сынды инвестициялық өлшемдер арқылы көрсетілген. Алайда осы белгіленген құндылықтар шеңберінде де білім алудың құқық ретіндегі нормативтік негізі жеткілікті түрде айқындалмаған. Конституция жобасының 33-ші бабын талқылау барысында соңғы 30 жылдағы жоғарғы білім жүйесінің даму барысында ескерудің маңызы зор екендігін санаймын. Мысалы, 1995 жылы Конституция қабылданар кезде жоғары оқу орындарының түгел дерлігі мемлекеттік болғаны белгілі. Алайда бүгінгі күннің шарттары басқа. Академиялық және басқарушылық автономия пайда болды. Жеке және халықаралық университеттер дамып келе жатыр. Қаржыландырудың моделі өзгерді. Бұрынғыдай тікелей бюджеттік қаржыландырудың орнын мемлекеттік білім беру тапсырысы басқан. Гранттар мен бірлескен қаржыландыру, корпоративтік бағдарламалар мен білім несиелері белсенді түрде іске қосылған. В этих условиях хочу сказать, что современная система образования строится на сочетании разных источников финансирования. Такой подход позволяет расширить доступ к обучению, повышать качество программ и создавать устойчивую модель развития университета. Необходимо использовать более точные формулировки, указывающие на возможность получения высшего и послевузовского образования в высших учебных заведениях, независимо от формы собственности, за счет государственного образовательного заказа, либо на платной основе, на конкурсной основе, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан. Уважаемые коллеги, отдельно нужно отметить новую форму пункта 5 статьи 33 о светском характере организации образования, за исключением духовных учебных заведений. Эта формулировка полностью соответствует принципу отделения религии от государства. Для системы образования это имеет фундаментальное значение. Университеты и школы должны оставаться пространством науки, знаний и, конечно же, академической свободы. Такой подход защищает студентов. Он сохраняет нейтральную образовательную среду и снижает риски идеологического давления.